Мен Алматы облысына қарасты Қарасай ауданының кішігірім бір ауылында 1971 жылы отбасында тұңғыш перзент болып дүниеге келдім. Әкем жастайынан орысша оқыған, білімді, совхозда бас есепші болып жұмыс істеген. Ұзын бойлы, арықтау келген қара торы, жүріс-тұрысы ширақ, қызу қанды, сөзі де тақ-тұқ еткен, өз ісіне пысық болатын. Тек ащы су мен сұлу әйелдерге құмарлау еді. Мұнысын біз кейін бой жете бастағанда аңғарып едік. Ал анам керісінше өте сабырлы, төзімді, көп сөйлей бермейтін момын жан еді. Анам жас шағында тал бойында бір міні жоқ, қасы қою, бұрымы белден асатын қас сұлудың өзі болған екен. Мектепті үздік аяқтағанымен оқуға ата-анасының жағдайы болмай, әкеме тұрмысқа беріп жіберген екен. Әкемнің отбасы осы ауылдағы жағдайы жақсы, әл-ауқаты мен беделі биік отбасылардың бірі болыпты. Әкем анамның сұлулығына қызығып, бір көргеннен осы қыз менің жарым болады деп құда түсіп қолдан алған екен. Балалық шағым тоқшылықта не ішем, не жеймін демей өстім. Үлкен үйіміз бен жеміс ағаштарына толы кең бақшамыз бар еді. Сиыр, қой, тауық, қаз деген үй жануарлары да көп еді. Анам тұрмысқа шыққалы жұмыс істеп көрмеген, үй шаруасындағы әйел болатын. Кейін мен есімді біле бастағанымда сіңілім дүниеге келді. Онан кейін де анам араға ұзақ уақыт салмай бірінен кейін бірін босанып, менен кейін 3 сіңілім, 4 інім болды. Көп балалы отбасына айналдық. Анам ауруханаға босануға кеткен кездерінде бізге нағашы әжеміз бен нағашы әпкелеріміз келіп қарасатын. Әкемнің табысы жақсы, ештемеден таршылық көрмей, бауырларымызбен тату болдық. Үйдің үлкені болғандықтан кейінгілерге сабақтарын оқытып, сіңілерімнің шаштарын тарап, өріп қарап жүретінмін. Есімде қалғаны үйімізге әкемнің жора жолдастары, туыстары көп келетін. Анам көп қонақ күтетін, дастарханымыз жиналмайтын десем де болады. Ал анамыз қанша шаршаса да ешқашан қабақ шытпай, келген қонақтың барлығын етін асып, сары қаймағы бетіне шығып тұратын тәтті шайын беріп, күтіп шығарып салатын. Алайда үйдегі осындай жиындардың барлығы ащы сусыз өтпейтін. Өйткені әкем жақсы ішетін, ішкенде де жақсы көтеретін. Әкеміздің мас болып бір жерлерде құлап жатқанын көргенде, естігенде емеспіз. Бірақ жұмысындағы ажырасқан жеңіл жүрісті келіншектермен әуейі болып, іс сапарларда да сұлу келіншектердің етегін құр жібермейді екен. Кейде анам үнсіз көздері мөлтілдеп жылап отыратын. Сондайда мама неге жылайсыз деп сұрасам, жай пияз ашығаннан ғой, көзімді аштып жіберді деп әрдемені сылтау етіп, бізге көз жасын көрсетпеуге тырысатын. Алайда қыз бала ерекше сезімтал болады емес пе? Бой жетіп қалған шағым, анда-санда ата-анамның өз бөлмелерінде өзара сөзге келіп ұрсып жатқандары сөздерін естіп қалатынмын. Сонда анамның, мен осы балалар үшін сенімен тұрып жатырмын, саған деген көңілім баяғыда суып кеткен, бар үмітім де бақытым да осы балаларым. Сен мен үшін тек осылардың әкесі ғанасың деп, ал әкем, сен осындайсың, мақау секілді ішімдегіні тап дегенде жүре бересің, жанымда кескен томардай болып жата бересің. Әйел ретінде көңілімді таба алмаған соң өзге қатындарға барамын да, осының барлығына өзің кінәлісің деп, бір-бірін кінәлап ұрысып жатқандарын бірнеше рет естіп қалып жүрдім. Сол кезде ғана әкемнің осындай жүрістерін біле бастадым. Сонда анам іште қайғырады екен ғой, бар үміті тек біз екен ғой, біз үшін ғана әкеммен тұрып жатқаныма, әкемнен әбден көңілі қалған ба деп ойланып қалатынмын. Анама жаным ашитын. Үй шаруасында болысып, сіңілерім мен інілерімнің сабақтарын қадағалап, анамның көңіліне кірбің түсірмей, көңілін көтеруге тырысатынмын. Іште әкеме ренжісем де оны жақсы көретінмін. Сыртта қандай болса да үйде барлығымызды еркелетіп, ештемеден қыспай, тарықтырмай әкелік міндетін атқарып жүретін. Кейін мен соңғы сыныпта оқып жүрген кезінде әкеме есеп-қисапты жалған жасап, өзі істеп жүрген мекеменің қазынасынан қаржы жымқырды деген айып тағылып, сотталып кетті. Бұл біздің отбасымызға ауыр соққы болды. Үйде шіттей бала-шаға, барға тоқшылыққа үйреніп қалғанбыз. Өмірі бойы жұмыс істемеген анам дүкенге сатушы болып жұмысқа орналасты. Ерте кетіп кеш келеді. Үйдің бар тіршілігі маған және менен кейінгі ересектеу сіңілім мен інімнің мойнында еді. Келіп қарасып тұратын нағашы апамыз қартайып, аурушаң болып қалған. Әкемнің бауырлары мен баяғы жора жолдастары үйімізге ат ізін сирек салатын болды. Өзімнің атам дүниеден өтіп, әжеміз жиі науқастанып қала беретін болды. Әкемнің нарға кеткені әжеме де қатты соққы болды. Ол кісілерден біз бөлек тұратынымыз болмаса, бір ауылда бір көшеде тұратын едік. Жиі қатынасып тұратынбыз. Ол үйдегі әкемнің інісі тіпті жиі ішетін.
Ішіп алып әйелін қуалап ұрып жеңгеміз біздікіне келіп тығылатын. Сол жеңгеміз арасында келіп бізге қарайласып тұрды. Сонда мен анамды аяп, сиыр саууды үйреніп, жұмыртқа жинап сатуға анама дүкенге апарып беріп тұратынмын. Көрші апаға барып алаша тоқуды үйреніп, түскиіз тігіп, кілем басып жүріп, аздап болса да тиын тебен таба бастадым. Маңдай термен тапқан ақшамды уысыма қысып алып, жүрегім лүпілдеп анама әкеліп беретінмін. Іштей анама, отбасыма қандай да бір көмегімнің тиіп жатқанына қуанып, масаттанып қалатынмын. Анам менің тапқан табысымды қолына ұстап тұрып, көзіне жас ала, жанашырым менің, сен де әп-сәтте есейіп кеттің-ау деп, маңдайымнан сүйіп құшағына қатты қысып алып жылайтын. Сонда мен, мама уайымдамаңыз, мен әрдайым сіздің жаныңызда боламын, әкемнің жоқтығын білдірмеймін, іні-сіңілерімді де жеткізуге көмектесемін деп анамды жұбататынмын. Сөйтіп жүріп, мектепті үздік аяқтадым. Алматыға барып, жоғары білім алу арманым еді. Алайда анам мен бауырларымды ойлап, бұл жайлы сөз қозғамай үнсіз жүргенімде анам, сен бізге қарайлама, дәрігер болсам деген арманың бар еді ғой, құжаттарыңды реттеп оқуға тапсырайық, шамамның келгенінше оқытуға тырысамын деп, менің қарсы болғаныма қарамай қалаға барып, институт болмаса да медициналық колледжге құжат тапсырып оқуға түстім. Қаладағы әкемнің қарындасының үйінде тұрып оқитын болдым. Студент атанып оқып жүрген кезімде де бар ойым үйде болатын. Анам қиналып қалмады ма екен, бауырларым көмектесіп жүрме екен, анда әкем қалай екен, денсаулығы қалай екен деп іштей уайымға салынатынмын. Тобымдағы өзге қыздар секілді ойнап күлмейтінмін, қыдырмайтынмын. Тек сабақ, үй, демалыста сабақтан шыға салып ауылға қарай тартатынмын. Сол жылы анам өзіміздің үлкен үйімізді сатып, нағашыларымызға жақын маңдағы ауылдан шағын үй алып көшіп кеттік. Сөйтіп анам артылған ақшадан маған бірсыпыра киім-кешегімді, сабаққа керек жарағымды алып берді. Үлкен нағашы көкем екеуі жүгіріп жүріп, әкемнің ісін қайта қозғатты. Өйткені шындығында бұл іске әкеммен бірге істейтін, бірге әуейі болып жүрген келіншек кінәлі екен. Әкемді ішкізіп, алдап-сулап, жалған есеп-қисап жасатып, бар ақшаны алып, әкемді отырғызып тайып тұрған екен. Сөйтіп тамыр танысы көп нағашы көкемнің арқасында әкеме нақақ жала жабылғанын дәлелдеп, түрмеден шығарып алды. Сөйтіп әкем түрмеден 1 жылдан астам уақыт отырып, ортамызға қайта оралды. Әкемізбен қайта қауышқанымызға мәз-мейрам болдық. Алайда әкем осы аз уақытта біз үшін аз болса, әкем үшін 1 ғасырдай болған уақыт аралығында біраз жүдеп, психикасы қатты өзгеріп келді. Ашушаң, беймаза болып кеткен бе, келген соң еш жерге жұмысқа тұра алмады. Жаңа жерге көшкеннен кейін анам сол үйіміздің жанынан кішкентай дүңгіршек ашып, майда шүйде сататын болды. Сүт, май, құрт, жұмыртқа, бақшадан жеміс жидек деген секілді. Кейіннен мен оқуымды аяқтап, қаладағы ауруханалардың біріне жұмысқа орналастым. Демалыс күндері ауылға барып тұратынмын. Кезекті демалысымда үйге келсем, үйде 1-2 қонақтар бар екен. Үйге кірсем, баяғы әкемнің досы келген. Анам тамақ жасап, шыр көбелек болып жүгіріп жүр. Маған кел қонақ бөлмеге кір, Болат көкеңмен амандас деп ішке кіргізіп жіберді. Ақырын басып қонақ бөлмеге кірдім. Әкем, Болат аға және бір кісімен дастархан басында әңгімелесіп отыр екен. Мен, амансыздар ма деп ақырын ғана амандасып едім әкем. Бейбіш келе ғой отыр, Болат көкең есіңде ме? Баяғыда жиі келуші еді. Алла бұйыртса көкең сенің болашақ қайнатаң болады. Саған туылғанда-ақ бесікте жатқан кезіңде ұлы сұңқарға ат астырып, құда түсіп қойған дегенде баяғыда осындай бір әңгіменің басын құлағым шалғаны бар еді. Мен шамалы қысылып қалдым. Үндемей ғана жай басымды изедім. Болат көкеміз жерге қарап қалың ойға шомып кеткендей. Ал әкем шамалы қызып қалған менің оқу бітіріп медбике болып жұмыс істеп жүргенімді айтып, мақтауымды керістіріп жатыр. Бір кезде Болат көке, Жәкіш тұра тұршы, мен өзімде осы мәселе жайлы сөйлесуге келіп отыр едім. Жаңадан бері қалай бастарымды, саған қалай айтарымды, неден бастарымды білмей отыр едім. Тек маған ренжи көрме досым. Біз екеуміз ол кезде балалардың сыртынан тон пішіп, қызып отырып құдаласып қойдық. Енді балалар есейіп өз жолдарын тауып жатыр дегендей. Қысқасы, Сұңқардың өзге ұнатқан қызы бар екен. Сол қызға үйленемін деп жақында әкеліп таныстырып кетті. Жәкішім, досым, енді арада біраз уақыт өтті. Өзің жақында ғана ана жақтан келдің. Біраз жағдай өзгеріп кетті ғой. Маған ренжіме енді. Бейбіштің бағын байламаймыз. Мүмкін оның да өзінің ұнатқан біреуі бар шығар, дей бергенде әкем ашуланып көтеріліп кетті. Ей, сен Болат не деп тұрсың? Сонда мені отырып келгенсің, маған тең емессің, қызыңды алмайын деп тұрсың ба? Деп Болат көкенің жағасына жармаса кетті. Болат көке, Жәкіш ашуыңды басшы. Мен саған жағдайды айтып, бір ауыз алдыңнан өтуге келдім.
ертеңгі күні елден естіп маған ренжіп жүрмесін дегенмін деп әкемді сабырға шақырып жағдайын түсіндірмек болып еді. Әкем тіпті қатты көтеріліп Болат көкені үйден қуып шықты. Қой деп жатқан ешкімді тыңдамады. Болат көке жанындағы кісі екеуі көліктеріне отыра бере әкеме қарап, сендей құдамның болғаннан болмағаны жақсы, сұңқар дұрыс істеді, төремшік, деп көліктерін ызғыта жөнеліп жоқ болды. Әкем тұрған жерінде жерге сылқ етіп отыра кетті. Анам екеуміз әкемді қолтықтап үйге кіргізуге ыңғайладық. Анам жылап жүр. Менің де біртүрлі көңілім құлазып, жүрегім ауырып кетті. Көзіме келген жасты сүрткілеп, папа, қайтесіз, сол кісіні қойыңызшы, соған бола мүжілмей, бәрібір мен ол сұңқарды сұлқаным сүймейтін, ол кісілерден де жақсы құдаңыз болады, деп әкемді жұбатқым келді. Әкем Болат көкеге кейіп, ол сатқын, ол дос емес, сөзінде тұра алмады, мені төремшік дейді ғой, мен оған тең емес екенмін, қайран кездерім-ай, сол кездері мен кім едім, олар кім еді, деп өксіп жылап жіберді. Өзге бой жетіп, есейіп қалған іні-сіңлілерім түк түсінбей, көздері бақырайып үрпиіп бізге қарап қалыпты. Анам екеуміз әкемді жұбатып, орнына жатқызып, мен шықтым да бауырларыма. Әкеміз жай кішкене қызып қалып, досымен сөзге келіп қалды, деп дастарханды жөндеп, кешкі астарын бердім. Болған соң әрқайсысы өз орындарына кетіп жатып қалды. Біз сіңлім екеуміз барлығын жинап жуып болған соң біз де жаттық. Сол түні әкем ақылеп ары-бері дөңбекшіп қайта-қайта күрсініп жатып, әлден уақыттан ғана қорылдай ұйқыға кетті. Өзімнен бұрын әкемнің бұл күйі жаныма қатты батты. Бұрын соңды әкемнің мұндай шарасыз күйін өксіп жылағанын көрмеп едім. Тіпті сотталып бара жатқанында да анамның айтуы бойынша бұлай шарасыздық танытпаған екен. Әкем досына қатты ренжігенмен маған қайта дұрыс болған секілді еді. Өйткені сұңқарды да аса ұнатпайтынмын. Онымен дұрыстап сөйлескенде емес едік. Барлығы осымен кетсін дедім. Алда одан да жақсы жар табармын деген үмітпен мен де ары-бері аунақшып жатып ұйқыға кеттім. Әкеміздің нақақ жала жабылып, кінәсіз болса да отырып келгені біздің өмірімізге де кері әсерін тигізер кім білген. Әкемнің маңдайына тағылған бұл қарадақ оған да алдағы өміріне, жүйкесіне қатты әсер етті. Әкем сол жағдайдан кейін ащы судан аузы құрғамайтын болды. Не жұмыс жоқ, не дұрыс ұйқы жоқ. Баяғы кездерін аңсап қайта-қайта есіне алып айта беретін. Мінез құлқы күрт өзгеріп, беймаза ашуланшақ болып кетті. Анама қарадан қарап отырып, сөзбен іліп тиісе беретін болды. Мен анамның сабырлылығына, шыдам мен төзімділігіне, кешірімді жүрегіне тәнті едім. Әкем жас кезінде анамның көзіне шөп салып, әйел құмарлығының кесірінен алданып түрмеге түссе де, анам кешіп жүгіріп жүріп шығарып алды. Әкемнің бар мінезіне, сүйектен өтетін ащы сөздеріне, барлығына шыдап төзіп келді. Анамның ішкі жай күйін енді түсіне бастадым. Арада біраз уақыт өткеннен кейін сіңлім мектепті аяқтап оқуға түсті. Енді екеуміз де әкемнің қарындасының үйінде тұра беруге ыңғайсызданып пәтер іздеп, бір орыс әжейдің жер үйінен бір бөлмесін жалға алып сонда көшіп бардық. Әжей жалғыз өзі тұрады екен. Мен медбике болып жұмыс істеймін деп едім, қуанып кетті. Бөлме ақысында кішкене түсіріп, қан қысымым жоғары, ауырып қалсам дәрі егіп, маған қарасып тұрасың деп келістік. Сөйтіп сіңлім екеуміз жаңа қонысымызға жайғасып, осында тұра бастадық. Таңертең мен жұмысқа, сіңлім сабаққа кетеді. Кешке Валя әжей үшеуміз кешкі ас дайындап, бір дастархан басында отырып тамақтанамыз. Валя әжейдің шалы жақында қайтыс болған екен, ал жалғыз ұлы бұзық балаларға қосылып, жаман әдеттерге әуес болып, ақыры сол нашақорлық әдетінен айыға алмай, сол әдеті жас ғұмырын қиып түбіне жеткен көрінеді. Туған туысы да бірен-саран ғана екен. Кейін еліміз егемендік алып тәуелсіз ел болдық. Сол кездері тоқырау заман басталып, елімізде көптеген өзгерістер болды. Осы кезде әжейдің осындағы туыстары Ресейге қарай үдере көшіп кетті. Ал әжей, мен қартайдым, шалым мен ұлым осында, төрімнен көрім жақын қалғанда ешқайда да көшпеймін деп туыстарынан қалып қойыпты. Ал ауылда отбасымызға егістік егуге пайдалануға үкіметтен жер бөлініп, әкем мен інілерім көрші сер жағай дейміз кәріс ұлтының отбасымен бірге картоп, пияз, сарымсақ егіп, шыққан өнімді сатумен айналыса бастады. Алайда әкем сол баяғы ішкенін қоя алмады. Әкеммен алысып жүріп, анамның денсаулығы сыр беріп, ауруханаға түсті. Қан қысымы көтеріліп кете беретін болды. Анамды өзім істейтін қалалық ауруханаға жатқызып, тексерістен өткізіп, қарап, біраз емделіп шықты. Бас дәрігер анаңа қатты уайымдауға, жүйкесіне салмақ түсіруге болмайды. Оның үстіне бір бүйрегі қабынған, күтініп жүру қажет деп ауруханадан шығарды. Аурухананың бас дәрігері өте жақсы кісі еді. Мен босану бөлімінде медбике болып істейтінмін.
Кейде басқа бөлімдердегі медбикелердің орнына түнгі ауысымға да қалып жұмыс істей беретінмін. Өйткені сіңілім қолымда, екеуміздің жол күреміз, тамағымыз, бөлме ақымыз бар. Валя әжейге де қарасып тұратынбыз. Арасында анама қажетті дәрі-дәрмегін алып беретінмін. Жеке өміріме ешқандай уақытым да, күшім де қалмайтын. Аурухананың өзінде жұмыста күнде көретін ауру сырқау жандар, босанатын беймаза әйелдер, әкемнің ішетіні бар, анам аурушаң болып қалды. Осының барлығы кейде жүйкеме қатты әсер ететін. Тек анда-санда ғана жанымдағы өзім секілді медбике құрбыларыммен кездесіп әңгімелесіп, аздап ащы судан ұрттауды үйрендім. Мұндайда денем босап, жүйкем тынышталып, шамалы уақыт болса да демалып қалатынмын. Осылай уақыт зымырап өтіп жатты. Сіңілім оқуын аяқтар кезінде өзі ұнатып жүрген бір жігітпен көңіл қосып Алматының маңындағы Талғар қаласына тұрмысқа шықты. Ал одан кейінгі інім әскерге кетті. Одан кейін екінші сіңілім оқуға келді. Оны да Валя әжеймен келісіп жаныма алдым. Бұл сіңілім алғашқы курсты аяқтар кезінде қаланың бір жігітіне ғашық болып қалып, сонымен көңіл қосып, ақыры аяғы ауыр болып қалды. Айнаштың мінезі ашық жарқын болатын, көңілі таза сенгіш еді. Осы мінезінің арқасында алданып қалды. Аяғының ауыр екенін өзі де білмей жүре беріп, әбден мерзімі үлкейіп қалғанда маған айтты. Мен не істерімді білмей әлгі жігітін тауып алып сөйлестім. Әйтеуір Айнаштың бағына орай жауапкершілігі мен намысы бар жігіт екен. Көп ұзатпай әке-шешесімен сөйлесіп, Айнашқа үйленді. Сөйтіп екінші сіңілімді де тұрмысқа бердік. Бұл уақытта менің жасымда 25-ке келіп қалып едім. Ол уақытта қыз баланы 25-тен асса, кәрі қыз деп отырып қалған қыздардың қатарына қосып қоятын. Менің жағдайымда да тура осылай болды. Мен қатарлы қыздардың көпшілігі тұрмысқа шығып, отбасын құрып, ана атанып жүрген уақытында мен отбасымның қамын ойлап, ата-анама болысып, сіңлілерімді оқытып, солардың мәселелерімен жүремін деп, уақыттың қалай зымырап өтіп бара жатқанын да байқамаппын. Айнашты күйеуі жақсы көргенімен ата-анасы дұрыс қабылдамады, тойда жасап бермеді. Жай тәтті шай жасап, ата-анаммен танысып, алмас бермес жасап қоя салды. Өйткені біздің отбасымыз оларға тең емес екен. Болат көке айтқандай, әкем отырып келген алаяқ тюремшік алқаш екен. Ал анам жуас, аурушаң ауылдың салпы етек әйелі екен. Құдалардың мұндай сөздерін естігеніне ыза болып, алғаш рет әкем үшін, отбасым үшін қатты намыстандым. Тұрмысқа шыққым келмейтін болды. Іштей өзімді, отбасымды төмен санайтын болдым. Мінезім тұйықтау еді, одан әрі тұйықталып кеткендеймін. Ештемеге зауқым соқпай қалды. Осылай жүргенімде інім әскерден келіп, ол да үйленді. Үйге келін түсті. Келін келген соң әкем ұяты оянып ішкенін қояр деп үміттеніп едік, алайда олай болмады. Әкемнің бұл әдеті әбден қанына сіңіп кетті-ау. Ешкімнен қымсынбай ішіп алып жүре беретін болды. Інім де келіншегінің алдында әкемнің мұнысына қатты намыстанатын еді. Баяғыда арақ ішкенін жақсы көтеретін әкем кейінгі кезде жасы ұлғайған сайын ішіп алса аузына келгенін айтып, ұрыс жанжал іздеп тұратын болды. Анамның айтуынша тіпті кейде төсекке кіші дәретін жіберіп те қоятын болыпты. Анам мұнысын ешкімге білдіртпей жуып шайып қояды екен. Анам үлкенім деп менімен ғана сырласып, іштегі мұңын маған ғана айтатын болды. Отбасымның мұндай жағдайы жаныма қатты бататын. Кейін үшінші сіңілім мектепті бітіре салып, көрші ауылға тұрмысқа шығып кетті. Одан кейінгі інім оқуға түсті. Енді інімді жаныма алдым. Үйде үйленген інім мен екі бойдақ інілерім және кенже сіңілім ғана қалды. Осылай жүргенімізде Валя әжей қатты науқастанып қалды. Әжей де анда-санда ащы судан ұрттағанды ұнататын. Мен сізге болмайды десем де, шалым мен баламды еске аламын деп сылтауратып, аздап ұрттап қоятын. Өзі толық кісі болатын, қан қысымы да бар. Сөйтіп кезекті ақылы демалысыма шыққанымда төсекке таңылып қалған Валя апайға қараумен болдым. Әжейді аяйтынмын. Келіп қарасатын ешкімі жоқ болатын. Ауруханаға жатқызайын десем, үзілді-кесілді қарсы болды. Өзің дәріңді егіп қарайсың ғой, онда да сен секілді медбике ғой қарайтын. Үйде жатқаным жақсы, теледидарымды қарап, мысығымды құшақтап жатамын деп көнбей қойды. Әжей де бұл үйде менің жаныма жақын еді. Осында тұрып жатқаныма бір талай уақыт болып қалды. Екі сіңілім де осында тұрып оқып тұрмысқа шығып кетті. Олар да осы үйде өз үйлерінде көріп жүретін. Әжейдің үйін тазалап, ауласын сыпырып, бақшасына көкөніс егіп, моншасын жағып, барлығымыз жуынып, сенікі менікі демей, азық-түлік алып, бір дастархан басында тамақ ішетінбіз. Әжей екеуміз де бір-бірімізге бауыр басып қалған едік. Інім келгелі әжейдің үйінің сылағы түскен жерлерін сылап, ақтап, дарбазасын жөндеп, сырлап жаңартып қойған еді. Біз ауылда өскен адамдармыз ғой, жер үйде туылып өстік,
жастайымыздан үй шаруасының барлығын істейтінбіз. Содан бір күні дүкенге азық-түлік алайын деп шығып кеткен болатынмын. Жолай дәріханаға соғып әжейдің бітіп қалған дәрі-дәрмегін алып үйге келсем, кіре берісте бір ер адамның аяқ киімі тұр екен. Бұл кім болды екен? Інім сабақта, оның келетін уақыты болған жоқ. Оның үстіне мына аяқ киім оныкі емес деп екі ойлы болып ақырын есікті ашсам, іште әжейдің қасында бір ер кісі отыр екен. Әжей екеуі сөйлесіп жатыр екен. Әлгі кісінің қолында бір құжаттары, қағаз қаламдары бар. Мен кіре салып амандаспас бұрын, сіз кімсіз, әжейге қандай шаруамен келдіңіз деп сұрақтың астына алып дүрсе қоя беріппін. Өйткені мұнда әжейдің туысынан ешкімі жоқ еді. Қандай да бір алаяқ біреу ма деп ойлағаным еді. Сөйтіп едім, әжем басын көтеріп: «Биба, иди садись, это Валерий, сын нашего с супругом друга Миши. Он приехал увидеться со мной. У нас маленькие дела с Валерием», дейді. Мен шамалы қысылып қалдым. Ана кісі де менімен амандасып жатыр. Мен де қолымдағы заттарымды қойып, «Здравствуйте» деп орындыққа отырдым. Сөйтіп әжейдің достарының баласы: «Мы почти все закончили. Мне очень приятно было с вами познакомиться, Биба», деп әжейге бірдеме қажет болса, бір жағдай болып қалса менімен хабарласыңыз деп визиткасын тастап әжейдің бетінен сүйіп, уайымдама, барлығы жақсы болады, сен әлі нас переживешь деп қоштасып шығуға ыңғайланды. Мен де орнымнан тұрып шығарып салмақ болып екеуміз сыртқа шықтық. Шыққан соң дарбазаға жете бере әлгі Валерий: «Баба Валя уже старенькая. Хорошо, что рядом есть такие люди, как вы. Что бы ни случилось, звоните в любое время», деп әжейді маған табыстап кетіп қалды. Арада бір жетідей уақыт өткен соң, бір күні әжейге түскі асын беріп болған соң, әжей ұйқым келіп тұр деген соң, көрпесін жаптым да өзімде кішкене демалайын деп өз бөлмеме барып жатсам, қатты ұйықтап кетіппін. Бір кезде орнымнан тұрсам, кешкі 5 шамасы болып қалыпты. Орнымнан тұрып ақырын барып әжейдің есігін сығалап қарасам, ұйықтап жатыр екен. Інім де әлі келмепті. Сөйтіп кешкі асты дайындайын деп ас бөлмеге барып тамақ жасауға кірістім. Артынша қақпа ашылып, терезеден қарасам, інім кіріп келеді екен. Ол үйге кірген соң екеуміз біраз әңгімелесіп шай жөндедік. Тамақта дайын болып қалды. Сөйтіп алдымен әжейдің тамағын салып, разносты алып, ініме есікті ашып жіберші деп, ол да әжеймен амандасайын деп бөлмесіне кірдік. Әжей әлі ұйықтап жатқан секілді. Сөйтіп: «Баба Валя, просыпайтесь, будем кушать», деп разносты үстелге қойып, жанына барып қолынан ақырын ұстасам, қолы сұп-суық екен. Бетіне қарасам, бейне бір қалың ұйқыда жатқандай. Сөйтіп зәре құтым қалмай тамыр соғысын тексерсем, туғанымдай болып кеткен әжейім тәтті ұйқыда жатып, о дүниеге келместен кемесіне мініп жүріп кетіпті. Валя әжей кетерін сезгендей, осы күнге алдын ала дайындық жасап кетіпті. Шалының досы Миша әкейдің ұлы Валерийді де осы үшін шақырған екен. Валерий әжейді жерлеу рәсімін толық өзі атқарды. Үйге әжейді білетін көрші қолаң мен 2-3 достары ғана келді. Алыстағы туыстарына хабар берген екен, алайда ол жақтан ешкім келмеді. Сөйтіп әжейді мәңгілік тыныштыққа шығарып салдық. Қонақтар кеткен соң, Валера: «Сізбен маңызды мәселе жайлы сөйлесуім қажет», деді. Мен іштей енді бұл үйді босатыңыздар деп айтатын шығар дедім. Бұл жағдайға алдын ала дайындалып та жатыр едік. Інім онсыз да өзге пәтер іздестіріп жатқан болатын. Алайда Валера маған тіптен басқа әңгіме айтып, мен қатты таң қалдым. Қайран Валя әжейім мені қызындай көріп, осы шағын ғана ауласы бар кішкентай үйін жалғыз мұрагер ретінде менің атыма қалдырып кетіпті. Валерийді шақыртып жүргені сол екен. Адвокат ретінде оған жаназасына жиған бар қаражатын табыстап, завещание жаздырған екен. Содан Валерий үйдің барлық құжаттарын заңды түрде рәсімдеп, реттестіріп қолыма табыстады. Әжейдің маған арнап жазған хаты бар екен. Оны да қолыма ұстатып кетті. Хатта әжей мені қызындай жақсы көретінін айтып, оған қамқор болып қарап, өмірінің соңғы уақыттарында жанында болғаным үшін алғысын айтып, қара шаңырағын маған қалдырдым депті. Осы үйде мені еске алып жүресің, қолың тигенде анда-санда жексенбіде қабіріме келіп тазалап тұршы, шалым мен ұлымды да ұмытпашы, олардың қайда жатқанын Валера біледі, қош бол бибам, деп аяқтапты. Әжейдің хатын оқып, көз жасыма ерік бердім. Қандай керемет кісі еді. Ол кісінің мұндай жақсылығын ешқашан ұмыта алмаспын. Жаны жәннаттан болсын әжейім. Сөйтіп, ойламаған жерден үйлі болдым. Демалысым аяқталғаннан кейін қайта жұмысқа шықтым. Баяғы қарбалас тіршілік қайта басталды. Қолымдағы інім оқуын аяқтап жұмысқа тұрды. Үйлі болғалы анам менікіне жиі келетін болды. Әкемнен шаршаған кездері осында келіп, біраз жатып демалып кететін еді. Сіңлілерінде жиі келіп тұратын, әсіресе Айнаш көбірек келетін.
Екінші қызым босанғаннан кейін өзі қатты ауырып, оны анам осында әкеліп ем-домын жасап, күтіп қырқынан шығарып жібердік. Әкем сол баяғысы, оның осы болбысына үйреніп те қалдық. Біз үшін бұл қалыпты жағдай болып кетті. Үй, жұмыс істеп жүріп уақыт сырғып өтіп жатты. Інілерім үйленіп, сіңлілерім тұрмысқа шығып, барлығы отбасыларын құрып, балалы болып жатты. Әкем ішсе де сау кезінде есебі түзу еді. Үлкен інім Астанадан жақсы жұмыс тауып, отбасымен сонда көшіп кетті. Әкем сол ініме жер телімін алып беріп, сол жақтан үй салуына көмектесті. Кейінгі інілерімді де үйлендіріп, жанынан үкіметтен 2 жер телімін алып беріп, оларды да үй жай қылды. Қолында кенже ұл қалды. Ал ең кішкентай сіңілім менің жаныма келіп, жоғары білім алып, жақсы жерге қызметке орналасты. Осы аралықта 10 жылда өте шықты. Жасым 35-тен асып бара жатты. Менің осылай отырып қалғаныма ата-анам қатты алаңдамады. Құдды бір мен іні-сіңлілеріме қарасып, қолымда тұрғызып оқытуға міндетті секілді едім. Бауырларым мен сіңлілерімде әпке жағдайың қалай, сенің ішіңде не ойлағаның бар, қандай проблемаларың бар, неге тұрмысқа шықпай жүрсің, сен де бақытты болуға лайықтысың ғой деп сыр тартып сұрағандай емес. Әрқайсысы тек өздерін, өз отбасыларын ғана ойлайтын секілді еді. Маған тек белгілі бір мәселелермен ғана келетін, сол мәселелерін шешіп болған соң рахмет деп кете баратын. Әкем де маған әбден сеніп алған еді. Анам сәл мазасы болмай ауырып қалса, маған әкеліп тастап кете беретін. Анаңның еміне ақша керек пе деп сұрамайтын да. Барлығына өзім жүгіретінмін. Бағыма қарай ауруханамыздағы әріптестерім жақсы еді, әрдайым қол ұшын беріп көмектесуге дайын тұратын. Осы 10 жылда анама бір рет ота жасалды. Бір бүйрегін алып тастауға тура келді. Кейін үлкен дәретке шыға алмай қиналып қала беретін болды. Сол кездері өзім клизма жасап, астын жуып тазалап қарадым. Өзге сіңлілерім ауруханаға бір тамақтарын жасап келеді де, аз-маз отырып, бірі енесін, екіншісі күйеуін, үшіншісі баласын сылтауратып тайып тұратын. Анам отадан шыққаннан кейін менің үйімде 1 айға жуық жатты. Мен күндіз жұмыста болғандықтан, ауылдағы інілеріме келіншектеріңді кезек-кезек жіберіп тұрыңдар, келіп енелеріне қарасын деп алдарттым. Олар келгенмен бір тамағын жасап шайын береді ғой. Алайда тосатын кезде жиіркеніп, астын тазалағылары келмей әрең-әрең мұрындарын тыржитып жүреді. Анама қарағанымды міндет қылмаймын. Анашым мен үшін ең қымбат адам ғой, тек өзге балалары да қарасын деген едім. Содан келіндердің мұнысын көріп, оларды ұрысып қайтарып жібердім. Сөйтіп өзім бас дәрігердің ақысыз демалыс алып, анамды аяққа тұрғызып ауылға жібердім. Осы жасыма дейін сөз салған жігіттер болмады деп айтпаймын. Сөз салған, ұнатқан 1-2 жігіт болды. Алайда менің отбасымның мәселесі бітпеді. Жеке өміріме ешқандай уақытым болмайтын, ойым да бөлінбейтін. Оның үстіне ол жігіттердің бірі үйленген болып шықты. Мені тек көңілдес ретінде пайдаланып жүргісі келгенге ұқсайды. Екіншісі менің үйіме қызықты десем де болады. Үйім бар, жұмысым бар. Маған үйленіп қолыма кіріп алып, диванда шалқайып жатқысы келді. Адам әсіресе қыз бала жасы ұлғайған сайын жар таңдауда талғампаз, кірпияз болып қалады екен. Біреуінің түрі мен сөзі ұнамайды, екіншісінің тамақ жегені ұнамайды, үшіншісінің аяқ киімі таза емес, болмаса жоғары білімі жоқ, одан қалса жағдайы жоқ. Әйтеуір бойынан бір мін табылып тұрады. Алайда мен ертеңгі күннен үмітімді үзбедім. Болашақта өзіме ұнап көңілімнен шығатын, өз жартымды кездестіріп бақытты отбасын құрып, ана бақытына кенелемін деген үмітпен өмір сүріп жаттым. Солай да солай, қарағым, 30-дан асып барамын дегендей, жасым ұлғайған сайын қатты ойлана бастадым. Қыз баланың өмірдегі миссиясы тұрмыс құрып, ана атанып, ұрпақ өрбіту емес пе? Ендігі осы 35 жасымда маған сүр бойдақ, үйленбеген жақсы жігіт кездесе қояр ма екен деп ойланатынмын. Жақсы жігіттер әлде қашан үйленіп алған. Ондай жігіттерді қыздар құр жібере ме? Қызды қайдам жігіт жайлы, егер жігіт 30-ға дейін үйленбесе, не басы істемейді, не басқа жер істемейді деп дөрекі болса да, жұмыстағы аға медбикеміздің айтқаны бар еді. Осы әсем апай мен секілді қыздарға беттеріңнің әрі барда сөз салған жігітті сынап міне бермей, сезім болмаса да тұрмысқа шығып алыңдар. Көз жүре түзеледі, сезім уақыт өте келеді деп жиі айтушы еді. Бұл кісі де кезінде ешкімді менсінбей, әрі анасына қарайлап кәрі қыз болып отырып қалған екен. Жергілікті Алматының қызы, мінезі тік болатын. Жасы 50-ден асып қалған, жалғыз басты ананың мәпелеп өсірген жалғыз қыз екен. Анасына қарайлап тұрмысқа шыға алмай, бір үйлі баранды кісімен көңіл қосып, аяғы ауырлап өзім үшін деп сол кісіден ұл туып алыпты. Сөйтіп анасы мен ұлы үшеуі тұрып жатыр екен. Ал ұлының әкесі баласына өз тегін беріп,
келіп қаржылай көмектесіп тұрады екен. Осы Әсем апайға қарап, мен де өзім үшін деп перзентті болсам, жасым ұлғайып барады, жалғыздық жаратқанға ғана жарасқан ғой, кейін қартейгенде Валя әже секілді жалғыз қалып қоймаймын ба деп ойланып қалдым. Алайда менің жігітім де жоқ еді. Оның үстіне күйеусіз балалы болсам, ата-анам не дейді, ел-жұрт өсектемейді ме? Сөйтіп, өзім үшін перзент деген ой жүрек түкпірінде қала берді. Әлі де жаныма жақын, жақсы ер азаматты кездестірермін деген үмітім өшпеген еді. Сөйтіп бір күні жұмыста өз бөлімімдегі құрбы медбике келіншек кішкентай баласы ауырып, мені орнына түнгі ауысымға шығып беруімді өтінді. Мен келістім. Негізі түнгі ауысымға өтінген әріптестерімнің орнына шығып беретінмін. Өйткені айлығым көбірек болады, оның үстіне мені үйде күтетін ешкім жоқ, жылап жатқан балам да жоқ. Осыны білетін әріптестерім түнгі ауысымға көбінесе маған өтініш жасайтын еді. Сол түні босанатын келіншектер көп түспеді. Тек бір келіншек толғатып, суы кетіп түсті. Кезектегі акушер дәрігерім: Бибіш, осы келіншекті қадағалашы. Бір досымның қарындасы еді, өзің көріп тұрғандай жасы ұлғайып қалған, қалай болар екен? Өзім босанамын деп тұр, алайда жатыры ашылмай жатыр, бақылауда ұсташы деп өтініш жасады. Сөйтіп әлгі келіншекпен танысып алдым. Есімі Салтанат екен. Тұрмысқа шыққанына біраз уақыт болса да 6 жылдай көтере алмай жүріпті. Содан Алланың қалауымен 30 жасында аяғы ауырлап, жолдасы екеуі бүгінде қатты толқып қуанып жүр екен. Ата-анасы жоқ, жалғыз ағасы бар екен. Сол ағасы біздің бөлімнің акушер дәрігері Мариямның досы екен. Қарындасын қатты уайымдап Мариямға табыстап, өзі босандырып алуын өтініпті. Алайда Салтанат таңға дейін толғатты. Осы уақыт аралығында жанында қадағалап жүрдім. Таң ата Мариям іштегі баланың қайта-қайта тексертіп тұрды. Түске таман Салтанаттың суының барлығы кетіп, іштегі баланың жүрек қағысы әлсіреп барады, тұншығып қалады. Кесіртілігін жасамаса болмайды деп дереу отаға алып кетті. Сөйтіп Салтанат аман-есен ұл босанды. Ауруханада бір тәулік болып, түнімен Салтанаттың жанында көз ілмей, кешке қарай ғана үйге қайттым. Қатты шаршап қалыппын. Сөйтіп ертесінде ауруханаға жұмысқа келсем, Мариям мені іздеп жатыр екен. Киімімді ауыстыра салып, Мариямның кабинетіне барып есігін қағып ішке кірсем, іште Мариям мен алдында бір жігіт отыр екен. Мені көрген Мариям: Бибіш, кел, мен сені іздеп жатыр едім. Мына кісі кешегі Салтанаттың ағасы Ерлан, қарындасына жақсы қарасқаның үшін саған да алғысын айтқысы келеді, деп алдында отырған жігітпен таныстырды. Ол кісі орнынан тұрып: Салтуша, сіздің өте мейірімді медбике екеніңізді айтты. Таңға дейін жанынан шықпай көп демеу болыпсыз. Осы кісіге алғыс айтуды ұмытпашы деп маған шегелеп тұрып айтып еді. Сіздерге алғысымыз шексіз. Қарындасымның аман-есен босанып, жиенімнің дүниеге аман-есен келуіне қуанып отырмын. Рахмет сіздерге. Мына тортпен шай ішерсіздер деп алғысын білдірді. Мариям күліп: Салтанаттың әкесі де анасы да Ерлан, қарындасы десе шығар жаны бөлек қой, деп Ерланға қарап күлді. Мен де: оқасы жоқ, бұл менің жұмысым ғой. Кішкентайдың бауы берік болсын, анасы аман болсын, сізге де рахмет деп Мариямға: жұмысыма бара берсем болады ма деп едім. Ол: түске қарай кел, Ерланның тәттілерімен шай ішеміз деді. Мен: жақсы деп орнымнан тұрып кабинеттен шығып едім. Артымша жаңағы Салтанаттың ағасы да шығып: Бебі, тұра тұрыңызшы деп мені тоқтатты. Сөйтіп: сізге бір өтініш айтайын деп едім. Салтуша ауруханадан шыққанша қарайлап көмектесіп тұрасыз ба? Дегенмен кеше ғана отадан шықты. Ата-енесі ұзақта тұрады. Ол кісілер ертең келеді. Салтушам жалғыз бауырым. Мұндайда қыз балаға анасы ауадай қажет екенін білемін, алайда ата-анамыз ертерек өмірден озып кетті. Нағашы әжеміздің тәрбиесінде өстік. Әжемізде жақында бақилық болды. Осы себепті жанында болып қарайласып жіберіңізші. Еңбегіңіз елеусіз болмайды дегенде мен не дерімді білмей қалдым. Ол болса маған кірпік қақпай қарап тұр. Жаңа кабинетте байқамаған екенмін, жанары қандай өткір еді. Қара торы, қасы қою, толқынды артқа қайырылған қара шашты, кең иықты, бойы ұзын келісті жігіт екен. Көзім төмен түсіп еді, туфлиі қап-қара жылтырап тұр. Үсті басы да тап-тұйнақтай, джинсы шалбары мен қара кофтасы өзіне өте жарасымды. Бастысы саусағында неке жүзігі жоқ екен. Кейінгі кезде қандай да бір ер адамдармен танысып қалсам, осы саусағына неке жүзігінің бар жоғына қарайтын болыппын. Отбасылы ма әлде бойдақ па екен дегендей. Сонымен келісесіз бе деп Ерлан сұрағында селк ете қалдым. Ол болса: қатты ойланып кеттіңіз ғой деп күліп жіберді. Мен сасқанымнан: әрине, қолымнан келгенше көмектесіп қарайласып тұрамын деп едім. Ол да қуанып кетті. Сөйтіп өзінің визиткасын ұсынды. Мынау менің контактілерім. Бірдеңе қажет болса кез келген уақытта хабарласыңыз деп жатыр. Мен: әрине, жақсы деп жатсам, маған жақындап келіп құлағыма:
керемет жансыз Бибі деп сыбырлағанда оның ыстық демі мойнымды шарпып өтті. Денем ток ұрғандай дір ете қалды. Екі бетім ысып ду ете қалды. Мен сау болыңыз деп артыма бұрыла салып тез-тез басып артыма қарамай медбикелер отыратын кабинетке қалай жеткенімді де білмей қалдым. Ішке кіре салып су ішіп орындыққа отыра кеттім. Маған не болды сонша деймін. Осынша жасқа келіп 18-дегі қыздай жігіттің құлағыма сыбырлағанына сонша толқығаным не? Ұят-ай деймін. Өз-өзімнен қысылдым. Әлде бұл бір көріп ұнату ма? Әйтеуір бойымда бұрын-соңды болмаған белгісіз бір сезім оянғандай. Сол күні жұмыста көңіл күйім ерекше болып жүрдім. Алдымен босанған әйелдер бөліміне барып Салтанатқа кірдім. Салтанат мені көріп қуанып қалды. Палатаға шығып сәбиін жанына алып бақытты жүзі бал-бұл жанып отыр екен. Алайда сүтім аз, дұрыс шықпай жатыр, сәбиім тоймайды ма, жылай береді дейді. Мен уайымдама, емзе бер, уызға тойсын, сүтің ақырындап көбейет. Жолдасыңа базарда сатылатын набат дегенді алдыртып, жақсылап сүт шай, тауық сорпасын іше бер, сүтің қоюланат, көбейет деп бар білген ақылымды айтып, ана жүрегін жұбатып, ұлын алып, жақпа маймен жақсылап ішін аяқтарын сылап массаж жасап бердім. Өзім ана емеспін, сонда да осы уақытқа дейін жұмыста жинаған біраз тәжірибем бар ғой. Сіңілім Айнаштың да қызын өзім қырқынан шығарып беріп едім. Сөйтіп балалар дәрігеріне кіріп, осы келіншекке көңіл бөліп, қарайлап қойшы деп өтініш жасадым. Салтанат маған біртүрлі жаныма жақын секілді болып, оны жақсы көріп кеттім. Түске таман Мариям апайға түскі асқа кірдім. Түсте кел деп ескертіп қойған, бармасам ұят болатын еді. Сөйтіп кабинетіне есігін қағып кірсем, жалғыз өзі отыр екен. Таңертеңгі Ерлан алып келген тәттілерді шығарып шай қойып, кішігірім дастархан жасап қойыпты. Мені көре салып, Бибі келгенің жақсы болды ғой, сені енді шақыртқалы отыр едім деп мені көріп қуанып кетті. Шынымды айтсам, таңертеңнен бері сол Ерлан ойымнан кетпей қойды. Мариямға да шайды сылтауратып, Ерлан жайлы сыр тартып сұрағым келген еді. Мариям екеумізге сүт қатып қоюлап шай қойдым да жанына жайғасып отырдым. Екеуміз жұмыс жайлы ананы-мынаны сөз қылып отырдық. Бір кезде Мариям, Бибі, сенің осы жігітің бар ма? Жасың қаншада өзі? Деп оқыстан сұрақ қойды. Мен сасқалақтап қалдым. Жасым 35-тен асып барады ғой. Жігітім болса тұрмысқа шығып алар едім ғой деп күлдім. Мариям маған жымиып бір қарады да, ішімдегіні сезгендей, Ерлан жайлы өзі сөз бастады. Ерлан екеуміз 4 жылдай болды бір-бірімізді жақсы танимыз. Екеуміз оның әйелі арқылы танысып едік дегенде жүрегім тарсылдап бір түрлі қобалжып кеттім. Іштей, үйленген жігіт екен ғой деп күрсініп қалып едім. Мұнымды Мариям байқап қалды ма, маған қарап аз ғана үнсіздіктен кейін, ол қазір ажырасып кеткен, ажырасқанына 2 жылдай болып қалды дегенде мен деп таңғалып қалдым. Іштей ойым сан-саққа кетті. Сырт көзге сондай жап-жақсы жігіт еді, неге бұлай болды екен деп ойлағаныммен ажырасқан дегеніне қуанып қалғандаймын ба? Сөйтіп Мариям, Ерланның әйелі аяғы ауырлап маған әйелдер кеңесіне келіп тексерсен өткенде іштегі шарананың жетілмей қалғаны болғаны анықталды. Сөйтіп Замираны гинекология бөліміне жіберіп, тазалатып алдыртып тастаған болатынбыз. Сонда менің бір таң қалғаным, дәрігер болған соң неше түрліні көресің ғой. Әлгі Замира бұл жағдайға дым қайғырмады. Бір сөзіне де осылай болғаны да дұрыс болды. Менің жоспарымда қазірше балалы болу жоқ еді. Я сейчас должна себя реализовать. Мен енді жоғары көтеріліп, діттеген мақсатыма жақын едім. Балалы болсам, пеленки, распашонки, памперсы деген секілді бала кейінірек те бола жатады ғой деген еді. Сонда әйелінің орнына Ерлан қатты қайғырып еді. Әйелінің гинекологияға алып келгенде маған кіріп, не үшін мұндай жағдай болған, алда және қайталанбас үшін не істеу керек екендігін, әйелін ендігі емдету жолдарын сұрап, кәдімгідей көңілі күйе түсіп, қатты уайымға салынып кетіп еді. Мен мұндай жағдайлардың болып тұратынын түсіндіріп айтып, екеуінің де бізге келіп емделулеріне кеңес бердім. Сөйтіп тексерістен өткізіп, екеуі де біраз емделді. Алайда кейіннен әйелі сол күйі карьера жасаймын деп мансап қуып, сәбилі болуды кейінге шегере беріп, екеуінің қарым-қатынасы бұзылып, ақыр соңы ажырасып кетіпті. Осы аралықта Ерлан екеуміз сырлас достардай болып кеттік. Кейіннен қарындасы мен күйеу баласы келіп, бізде қаралып, ем алып жүріп, осы Салтанат міне бүгінде ұлды болды. Өмір деген қызық қой. Адамдардың бірі сәби сүйе алмай жүрсе, екіншісі қаламайды. Ана бақытынан бұрын қызметі мен мансабы жоғары қояды. Ерланға обалақ, сондай білімді, іскер, мейірімді, өте балажанды жігіт. Қарындасы үшін қатты уайымдап, маған табыстап жүргені сол ғой. Жиенді болғанына өзі бір балалы болғандай қатты қуанып жүр деп Мариям сөзін аяқтағанда мен қатты таңғалдым. Содан уақытқа қарасам, біздің отырғанымызға біраз уақыт болып кетіпті. Құрбы медбикемде хабарлама жазып, мені іздеп жатыр екен. Мен
Біраз уақыт болып қалыпты ғой, орныма барайын деп тұруға ыңғайланып жатыр едім, Мариям. Так что, Бибіш, осы жігіт сені көріп ұнатып қалған секілді. Кеше маған хабарласып, сен жайлы біраз сұрап телефон нөмеріңді алды. Мен де сенің рұқсатыңсыз бере алмадым. Мұныма ренжімейтін шығарсың, саған әпкелі кеңесім болсын. Осы жігіттің етегінен ұстасаң өкінбейсің. Сенің жасыңда бір үйленіп ажырасқан демейтін шығарсың. Мұндай жаста өзіңе тең бойдақ жігітті кездестіру оңай болмас, деп шегелеп тұрып айтқанда мен кәдімгідей ойланып қалдым. Өз орныма келгеннен кейін іштей расымен де несіне ойланамын? Егер мені ұнатқан болса, мен де іштей кетар емес секілдімін. Мен де оны ұнатып қалғандаймын. Жасым болса ұлғайып барады деген оймен өзі қашан хабарласар екен деп күтіп отырамын ба? Ақыры басы бос екен. Салтанаттың қал жағдайын айтып қояйын деп өзім бірінші болып хабарластым. Алғашқы қоңыраудан-ақ ол бірден телефон тұтқасын көтерді. Дауысы өте жайдарлы шықты. Амансыз ба, Бибі? Қалыңыз жақсы ма? Өзім де сізге хабарласқалы отыр едім. Телефон нөмеріңізді өткенде сұраймын дегенше асығып кетіп қалдыңыз. Содан Мариямнан нөмеріңізді алып алдым. Хабарласпай қойдыңыз ғой. Салтуша, мен жиенім жақсы ма? Деп тоқтамай сөйлеп жатыр. Мен болсам, шүкір аманшылық, сол қарындасыңыз бен жиеніңіздің жағдайын айтып қояйын деп хабарласып отырмын. Барлығы жақсы, Алла бұйырса, 1-7-де шығып қалады деп жауап бердім. Ол болса, керемет, Алла бұйырса жиенді болғаныма орай ауруханадан тыс бір жерде қонақ қылсам, Мариям екеуіңізді қарсы болмайтын боларсыз дегенде қуандым ба? Әрине, қуанышыңызға ортақтасуға қарсы емеспін деппін. Содан ол, жақсы олай болса, байланыста болайық деп жылы қоштасып телефон тұтқасын қойдық. Мен біртүрлі жүрегім дүрсілдеп, көңілім толқып, ерекше бір күйге ендім. Үкілеген үмітім мен алдамайтын секілді. Алдағы күндері бір жақсылық болардай көңіл шіркін алып ұшады. Осындай күйде жүріп, кештің қалай батқанын да байқамаппын. Бір кезде түнгі ауысымға келген медбике құрбым Алияның «Бибіш, сен немене тағы да түнгі ауысымға қалғансың ба?» деген сұрағынан кейін ғана есімді жидым. Жымиып күлдім да, «Жоға, қазір қайтамын ғой» деп тез барып киімімді ауыстырып ауруханадан шықтым. Бүгінгі жұмыс күнім жеңіл өткендей, барлық жанға ерекше мейіріммен қарағандаймын. Бүгін әйтеуір барлығы маған риза болып, көп алғыс алдым деп, іштей өз-өзіме риза болып, автобусқа отырып терезеден Алматы кешін тамашалап, сондай бір тәтті сезімге бой алдырдым. Бұрын байқамағанмын ба, қаланың жарқыраған шамдары, кең көшеде ызғыған көліктер, көп қабатты ғимараттар мен жұмыстан кейін үйлеріне асыққан, жол жиегінде кетіп бара жатқан жаяу жүргіншілер, қыбырлаған қала тіршілігі мен үшін мамыражай, керемет, әсем күйде еді. Сол күннен кейін Ерлан менің қал жағдайымды сұрасып, жиі хабарласып тұратын болды. Арасында күйеу баласымен бірге Салтанатқа ыстық тамақ әкеліп жиі келіп тұрды. Келген кезінде де маған хабарласып, сыртқа шақырып, шай ішерсіз деп маған да тәттілер ұстатып, 5-10 минут әңгімелесіп кететін еді. Осылай 1-7-де өте шықты. Салтанаттың жұбайы мен ата-енесі, қайын әпкелері, Ерлан бар, барлығы келіп Салтанатты сәбиімен ауруханадан алып шықты. Аға медбикем Әсем апай сәбиді әкесіне өзің алып шығарсың, осы келіншекке өзің ерекше қарап едің деп маған табыстады. Сөйтіп кішкентай Ерке Бұланды, есімін атасы осылай атапты, өзім алып шықтым. Баланы қолыма ұстағанда іштей мен де алда отбасы құрып, ана атанып, осылай сәбилі болайыншы деп ниет еттім. Өз сәбиімді алып шығып келе жатқанда ерекше толқыдым. Сыртқа шыққанда қарасам, ана жақтан бойы ұзын болып маған қарап күлімсіреп тұрған Ерланды бірден байқадым. Бетім ду етіп ысып кетті. Салтанаттың енесі келіп, еміреніп тұрып, қолымнан сәбиін алғанда, жанындағы Салтанаттың күйеуі: «Сіздерге де алғысым шексіз, үлкен рахмет» деп келіп, қолымнан қысып, қалтама бірдемені сүңгітіп жіберді. Сосын Ерлан да келіп: «Көп рахмет сізге, Бибі, мынау менің көрімдігім» деп, ол да қалтама бір конверт салып жіберді де бір букет гүл ұсынды. Мен қысылып қалдым. Қажеті жоқ еді деп жатсам, бұл сіздің еңбегіңіз ғой, қарындасым мен жиеніме қарасқаныңыз үшін. Біздерге де осындай қуаныш нәсіп етсін дегенінде көңілім толқып, көзіме жас келді. Мұнымды байқатқым келмей, жақсы сау болыңыздар деп теріс бұрыла беріп едім. Ерлан иығымнан ұстап өзіне қаратты да: «Кешке мені күт, жұмыстан соң келіп алып кетемін» деді. Мен басымды изей бердім. Ол қолымнан қатты қысты да туыстарының артынан жүгіре басып кетті. Олардың соңдарынан біраз қарап тұрдым да мен де ішке кірдім. Өз орныма келген соң қалтамнан ұялы телефонымды алайын деп қолымды сұқсам, ақша мен конверт тұр. Бұл жайлы ұмытып кетіппін. Жаңағы Салтанаттың күйеу баласы берген көрімдік пен Ерлан берген конверт. Конвертті ашып қарасам, әжептәуір менің жарты айлығымдай ақша мен жанында хат тұр екен. Жалма-жан хатты ашып оқыдым. Хатта Ерлан маған деген сезімін білдіріпті. Мені ұнататынын айтып, маған сондай кері сұрақ қойыпты:
Бибі, егер мені ұнатсаң, кешке кетіп қалмай мені күтші деп қойыпты. Іштей әрине сен де маған ұнайсың ғой, тіпті сені жанымдай жақсы көріп қалдым. Сенсіз өмірімнің мәні жоқ секілді деп қайталай бердім. Өмірімде алғаш рет жұмыстың аяқталып, кештің батуын асыға күттім. Алдын асықпай жүріп, жиналып қайтатынмын. Өйткені үйге барсам мені тек жалғыздық қана күтіп тұрушы еді. Кейбір түндерде өз өмірім жайлы ойланып, осылай жалғыз қалып қалмайды ма екенмін деген уайым жанымды жай таптырмайтын еді. Ал Ерланды кездестіргелі, осы жасқа келгенде алғаш рет жүрегімнің дүрсілін естідім. Ерланды көргенде бойымда белгісіз бір діріл пайда болып, денем бір ысып, бір суитын болды. Ол қолымнан ұстап не болмаса құлағыма сыбырласа, тұла бойым шымырлап, екі бетім ду етіп қызара кетеді. Өзімді құдды бір 18 жастағы қыздай сезінетінмін. Бұл қандай сезім? Бір көргеннен ұнату ма, әлде кеш келген махаббат сезімі ме? Бүгіндікке жұмыста қалың ойда жүрдім. Әлсін-әлсін телефоныма қарай беремін. Палаталарға кіргенде терезеден мойнымды созып, көше жаққа бір қарап өтемін. Осылай жүргенімде телефоныма шиқылдап хабарлама келді. Дереу алып ашып қарасам Ерлан екен. Бибіш, жарты сағаттан кейін аурухананың автотұрағында өзіңді күтемін. Ақырындап жинала бер деп жазып жіберіпті. Жүрегім дүрсілдей кетті. Мен жұмыс уақыты аяқталысымен жиналып қойып едім. Киімімді ауыстырып, тек Ерланнан хабар күтіп отырған болатынмын. Жұмыстағы кешкі ауысымға келіп жатқан қыздар, Бибі, сен әлі неге отырсың, қайтпаймысың деп қояды. Мен қайтамын ғой деп қоям. Сөйтіп, ол келмей жатып, ерте шығып қоймайын деп тура 40 минуттан кейін аурухананың автотұрағына қарай келе жатсам, алдымда көлігіне сүйеніп Ерлан тұр екен. Мені көре салып маған қарай жүрді. Екеуміздің көз жанарымыз түйіскен кезде бір-бірімізді сүйетініміз анық еді. Ол келе мені құшақтай алды. Мен де оның ыстық құшағына еніп кеттім. Осылай екеуміздің жүрегіміз жақыннан соғып, бір-бірімізді үнсіз ұғысып жатқандай едік. Бір кезде Ерлан құлағыма сыбырлай, Бибіш, жүрші, мына жерден кетейік деп, қолымнан ұстап көлігіне апарып отырғызды. Сөйтіп, жұмыстан шықтың ғой, шаршап, қарныңды аш болар, мен сені тамақтандыруға бір жерге апарайын, сонда отырып асықпай әңгімелесейікші деді маған қарап. Мен үнсіз ғана басымды изедім. Іштей өзімнің мына күйіме таңғалып келемін. Салмақты жан едім. Ерланның жанында өз-өзімді ұстаудан қалып барам. Өз-өзіме келіп, бойымды жинақтайын. Мұным болмас, күйеуге шыға алмай асығып жүргендей, аз уақыт таныс болған жігіттің құшағына құлай кеткенім-ай, жұмыста біреу-міреу көріп қоймады ма екен деп қоямын. Бір жағынан тұрмысқа шыға алмай жүргенім рас қой. Мұны басқаға білдірмесем де, өз-өзімді алдамай-ақ қояйыншы деймін. Мен оны ұнатамын, сүйемін ғой. Неден, кімнен қысыламын? Мен осы сәтті ұзақ күттім емес пе? Шамалы жинақталып, өзімді еркін ұстайын деп, өз-өзіммен күбірлесіп сөйлесіп кетіппін. Бір кезде Ерланның, Бибі, барлығы жақсы ма дегеннен селк ете қалдым. Я, әрине десем, ол маған қарап күледі. Бибіш, сен менен еш қысылмашы. Екеумізді Алланың өзі кезіктірді. Сені алғаш көргенімде қандай сүйкімді медбике, формасы да өзіне құйып қойғандай, құдды періште секілді екен деп сүйсініп қалып едім, деп әзіл шыны аралас қалжыңдап арамызда сондай жайлы атмосфера орнады. Көңілім жайлана бастады. Сөйтіп, қаланың шеткері жағында орналасқан бір мейрамханаға келдік. Мен болсам, мынадай жерге келерімді білсем, дұрыстап киініп келер едім ғой деп едім. Ерлан, сен не кисең де өзіңе өте жарасымды. Сен өте сұлусың ғой, Бибіш, тек соны өзің білмейсің дегенде, мен мұндай комплиментке іштей риза болып қалдым. Есіме орыстың бір мақалы түсіп кетті. Мужчины любят глазами, а женщины ушами дегені. Сөйтіп, көліктен түсіп, әлгі мейрамханаға кірдік. Қымбат орын екені көрініп тұр. Алматыда сонша жыл тұрып, мұндай жерге алғаш рет келіп тұр екенмін. Студент шағымда елдің қыздары секілді қыдырмаппын да. Әкем нарда, анам жалғыз, бауырларым кішкентай деп, тек отбасымды ойлап, демалыс болғаннан ауылға қарай тартатынмын. Кейінде сіңлілерімді оқытып, інілерім бар, анам қайта-қайта ауырып, жеке өмірім болмапты да. Тек анда-санда медбике құрбыларымен бас қосып отыратынбыз. Онда да бір-біріміздің үйімізде мейрамханаға бара қалсақ та, айлығымызға, қалтамызға қарай шағын ғана арзандау жерлерде отыра салатын едік. Алайда Ерланға сыр бермедім. Ішке кіріп едік, даяшы жігіт жанымызға келіп, бос тұрған орындардың біріне жайғастырды. Отырған соң Ерлан анаған-мынаған тапсырыс бере бастады. Маған, Бибіш, не қалайсың деп еді. Мен, сенің талғамыңа қарай мен де соны алайын дедім. Сөйтіп, даяшы тапсырысымызды алып келгенше екеуміз әңгімелесе отырдық. Ерлан өз отбасы жайлы айта бастады. Ерлан ес біліп 6-шы сыныпта оқып жүргенде ата-анасымен ауылындағы егістікте келе жатып, қарама-қарсы келе жатқан үлкен тракторға соқтығысып, көлік апатына ұшыраған екен. Көлік жүргізіп отырған әкесі сол жерде тіл тартпай кетіпті. Ал артында анасы екеуі отырған екен.
Анасы денесімен ерланды жауып, өзі басынан қатты жарақат алып ауруханаға түсіпті. Содан ота жасалған екен, алайда анасы комаға түсіп кетіп, көп ұзамай қайтыс болыпты. Ерлан жеңіл жарақат алып аман қалыпты, бірақ сол жағдайдан кейін әкесінің көз алдында мерт болғанын көріп, анасының жағдайынан кейін көпке дейін өз-өзіне келе алмапты. Әлі күнге дейін есіме түссе жүрегім ауырады дейді. Ол кезде қарындасы тіпті кішкентай екен. Содан нағашы әжелері екеуін алып кеткен екен. Әкесі жағынан әкесінің бір ағасы мен қарындасы бар екен. Ата-апасы нағашы әжесі келіп, алып кетемін дегенде қарсы болмапты. Сөйтіп нағашы әжелерінің қолында осы Алматыда өсіп, әскерге барып, жоғары білім алып, жағдайымды жасаймын деп жүргенде, алдымен қарындасы тұрмысқа шығыпты. Өзі кешірек үйленген екен. Әйелі өзінен біршама жас кіші болған екен. Әжелері осы жақында 1 жылдай бұрын бақилық болыпты. Әйелі жайлы: Мариямнан естіген боларсың, саған шет жағасын айттым деп еді. Замира бүгінде сол мақсатына жетті ғой. Жеке турагентство ашып, бизнес-вумен болды. Кәсібі өрге домалап, өзімен өзі. Ажырасқаннан кейін 1-2 рет хабарласып еді. Мен тұтқаны алмадым. Өткеніме қайта оралғым келмейді. Бейбіш, мне тоже под 40 уже. Мен тыныштықта, сүйіспеншілікте өмір сүргім келеді. Әке атанғым келеді. Айтшы, сенде отбасы құрып, ана бақытына бөленгің келеді ғой, деп маған сұраулы жүзбен қарағанында менің көзімнен жас ытқып кетті. Осы уақытқа дейін іште жиналған барым тырсылдап жарылып кетер дей ме? Менде: әрине деп едім Ерлан. Олай болса екеуміз көп созбай үйленейікші дегенде аңтарылып қалдым. Барлығы тез болып барады ма деп, бір қуаныш, бір толқу бойымды биледі. Сөйтіп Ерлан: Бейбіш, екеуміз де ересек адамдармыз. Өмірді біраз көріп келеміз, адам тани білеміз. Маған өзің секілді, өзіммен қатар өмірді көріп ақыл тоқтатқан, бір-бірімізді үнсіз ұға алатындай жан болса деп едім. Нені күтеміз? Маған тұрмысқа шығасың ба? Я десең көп созбай ЗАГСке барып өтініш тастап үйленейікші деді. Мен не дейін? Менің де көптен күткенім осы емес пе? Сөйтіп мен келістім. Сол кеште Ерлан екеуміз сол мейрамханада ұзақ отырып тамақтандық, әңгімелестік. Ол мен жайлы Мариямнан барлығын сұрап алыпты. Мариям әпкем де бұрыннан бері бір жерде жұмыс істеп келе жатқан әріптесім, менің жақын жанашыр тілеулесімнің бірі еді. Ерланға барымды айтыпты. Содан мен өз отбасым, бауырларым жайлы ештемені бүкпей барын айттым. Өйткені ертеңгі күні бәрібір барлығын көреді, естиді. Ерлан қаладағы атаулы банктың бірінде бөлім меңгерушісі болса да өте қарапайым жігіт еді. Сондай сезімтал екен. Менің қас-қабағымнан, көз қарасымнан барлығын ұға қояды. Көңіліме қарап тұрады. Содан сәлден уақыт мейрамханадан шығып, мені үйге дейін жеткізіп салды. Сол кештен кейін екеуміз жиі хабарласып, күнде көрсетін болдық. Өзі айтқандай ЗАГСке өтініш беріп, той күнін белгіледік. Ерлан менің қарсы болғаныма қарамай, шағын болса да той жасап, саған ақ көйлек кигіземін деп менімен бірге барып, той көйлегін сатып алып берді. Мен тұрмысқа шыққалы жатқанымды өз жағымнан ешкімге айтқым келмеді. Той жақындағанда айтармын деп ойладым. Көзден сөзден қорықтым. Тек Ерлан екеуміз ақылдаса отырып, өзіміз дайындала бастадық. Жұмыста Мариям ғана біздің үйленетінімізден хабардар еді. Сөйтіп той күні жақындағанда ауылға ата-анам мен бауырларыма тұрмысқа шығатынымды айтуға бардым. Барсам ата-анам үйде екен. Әкем әйтеуір сол күні ішпей сау отыр екен. Содан оларға тұрмысқа шыққалы жатырмын деп едім, анам деп аңтарылып әкеме қарады. Әкем маған жалт қарады. Екі інім келіндер де бір-біріне таңдана қарап қалыпты. Барлығы таң қалған секілді. Сосын ғана әкем: қызым, бұл жақсы жаңалық қой. Жасың ұлғайып қалса да бағың ашылды. Өзіңді уайымдаушы едім. Бақытты бол қалқам деп кеңсемдеп жылап жіберді. Әкемнің мұнысына анам: қойшы Жәкіш, жылаған несі деп алып, өзі де көзіне жас алып, сүрткіштеп отырып: жаным Бейбіш, жастайыңнан біз саған көп салмақ салып жібердік, білемін. Маған бауырларыңа қарайласамын деп жүріп өзіңді ұмыттың. Ендігі сен де бақытты болуға лайықтысың деп жаныма келіп, қатты құшақтап жылады. Менің де көңілім босап кетті. Кейін ғана: сіздерге сол бір ауыз айтып, алдарыңыздан өтейін деп келдім. Мұнда ешқандай шығындалмаңыздар. Жас емеспін, мені ырғап-жырғап ұзатудың қажеті жоқ. Тойдан бір күн бұрын менікіне келіңіздер. Сол жерде бір мал сойып, жігітім мен оның туыстарымен танысып, сонан жігітім алып кетеді деп едім әкем. Бейбіш, сен өзің барлығын шешіп қойғанымсың. Сенің не әке шешең мен бауырларың жоқ па? Құдалар мен күйеу бала осынан алып кетсін. Шығындалмаған нес? Бұл біздің парызымыз, міндетіміз. Болды, осында дайын боламыз. Мені ішеді деп уайымдама. Ел жұрт көрсін, туған туыс бар. Осы жерден кетесің деп шорт кесті. Сонымен отбасымда аяқ астынан мені үйден ұзатып салуға ақылдасып дайындалатын болды. Содан тойға бір күн қалғанда Ерлан
досы Салтанат пен күйеу баласы, әкесінің ағасы мен жеңгесі, тәтесі келіп барлық жөн-жоралғысымен ата-анамның алдынан өтіп барлығымен танысып, мені ауылдан әкемнің үйінен ұзатып алып кетті. Ерлан мені өзінің бала күннен өскен нағашы әжесінің үйіне келін етіп түсірді. Әжесі бұл үлкен жер үйді Ерланның атына жазып берген екен. Әжесінің қара шаңырағын оң аяғыммен аттап, іштей осы үйде жарыммен ұрпақ өрбітіп бақытты да баянды ғұмыр кешейінші деп тілеп ниет еттім. Ерланның жеңгелері басыма ақ орамал салды. Осы киелі орамалды қаншама уақыт сарғая күтіп едім. Көңілім босап, жанарыма жас үйірілді. Күйеуім деген сөздің өзі мен үшін қандай керемет еді. Енді мен де осылай айта аламын. Менің де жанымда арқа сүйер азаматым, сүйген жарым бар. Ерланның туыстары дайындап қойған үстел басына жайғасып, үлкен көкелері бата беріп, бізге бақыт тілеп, ыстық ықыластарын білдірді. Ас жеп, шәй ішіп болған соң Молдекен келіп сол жерден екеумізді қиып кетті. Сосын осында қалада тұратын қонақтар, ертең ерте құда күтуге келеміз, әркім не әкелетінін пысықтап алдық. Сендер де жүре бермей демалыңдар деп үйді үйлеріне тарасты. Ал алыстан ауылдан келген көкелер мен жеңгелері осында қалды. Жеңгелері қайнынымыз тұрмысқа шықпаған, беті ашылмаған қызға үйленіп жатыр деп бізге жатын бөлмені дайындап ақ жайма салып қойыпты. Сөйтіп дастарханды жиып, ыдыс аяқты жуып болғаннан кейін мені Ерлан жатқан жатын бөлмеге апарып ішке кіргізіп жіберді. Сол түні ғашық жүректер табысып, алғаш рет ыстық жар құшағында ояндым. Мен осындай бақытты едім. Таңертең ерте оянып, үйдегі қонақтарға таңғы ас әзірледім. Қонақтар да ақырындап тұрып үстел басына жиналды. Барлығы көңілді. Ақ келіннің қолынан шай ішейік деп, емен жарқын сөйлесіп, түске шақырып қойған менің ата-анамды, құдаларды күтуге дайындыққа кірісіп кеттік. Мен тіпті жас келіндей жүзімді төмен салып, іштей Ерланмен жанарым түйісіп қалса қысылып қаламын. Оны жанымдай жақсы көргенім соншалық ешкімге білдірмей оған ұрланып қарай беремін. Ал ол болса барлығын байқап қояды ғой шіркін. Өзі сондай сезімтал. Маған қарап жымиып көзін қысып қояды. Сөйтіп мені киіндіріп, бетімді әрлейтін салонның қыздары келді. Бар өнерлерін салып, киініп, боянып айнаға қарағанымда маған 35 жастағы медбике емес, 20 жастағы баяғы бебіш қарап тұр еді. Өз-өзімді танымай қалдым десем де болады. Бөлмеден шығып едім, Салтанат бар, барлығы мені көріп таңдайларын қақты. Шырттай болып смокинг киіп алған менің сымбатты жарым Ерлан да маған қарап қозғала алмай қалғандай. Жаныма келіп құлағыма сыбырлап, жаным сондай сұлусың деп еді, жеңгелері күліп жатыр. Екеуің кереметсіңдер, жап-жассыңдар, айналайындар. Өмір бірақ беріледі. Ерлан той жасап дұрыс істедің жаным, махаббаттарың мәңгілік болсын. Әттең ата-анаң бұл күнді көре алмады-ау деп көздеріне жас алып бетімізден сүйіп, бізді қаланың қыдыруға шығарып салып жатқандарында 2 көлікпен ата-анам келді. Оларды қарсы алып, баталарын алып, біз 2 метрлік Хаммер деген лимузинге отырып Гулянкаға кеттік. Ерланның әріптес достары, менің 1-2 медбике құрбым бар, барлығымыз қаланың әсем жерлерін кешке дейін аралап, фотосессия жасап қыдырдық. Өз тойың басты рөлдерде Ерлан екеуміз, елдің бар назары бізде, іштей керемет сезімде едім. Бастысы кеш кезіккен махаббатымның қолынан жібергім келмейтіндей. Оның қолын босатсам, тәтті ұйқыдағы түсімнен оянып кетер деймін. Ерлан болса маған қарап күледі, құлағыма сыбырлап, жаным, ендігі сен мендіксің, мен сендікпін, өзіңді жанымдай жақсы көремін деп бетімнен сүйіп қояды. Махаббат деген керемет сезім екен ғой. Мамық ақ ұлпа бұлттардың үстінде қалықтап ұшып жүргендеймін. Осы күні алғаш рет мен өз жасымнан қымсынбадым, қысылмадым. Жасым ұлғайып қалған, өзімді салмақты ұстауым керек деген секілді өзімді шектеп отыратын ойлардың барлығын санамнан шығарып тастадым. Жарымның жанында сезімдеріме ерік бердім. Сөйтіп неке қиятын мекемеге барып, салтанатты түрде Ерлан екеуміз заңды түрде некемізді қиғызып, неке жүзігін тағып куәлік алдық. Екеуміз заңды түрде ерлі-зайыпты атандық. Кешке 5-ке таман тойымыз болатын мейрамханаға келсек, шақырылған қонақтарымыз дерлік жиналып, әндетіп, билетіп бізді қарсы алды. Мейрамхананың төріне барып жайғастық. Жас тамада жігіт өз ісіне, сөзіне шебер екен, тойға жиналған 100 шақты қонақтарды жақсы бақсарып, тойымызды керемет жүргізіп берді. Ата-анам мен бауырларым, сіңілілерім менің тұрмысқа шығып жатқаныма сене алмайтындай. Жан-жақтарына алаңдап потеря болып отырды. Әкемнің тойға келген 1-2 туыстары, осы Жәкіштің отырып қалған қызы қандай жігітке тұрмысқа шығып жатыр екен деп тек тамашалауға келгендей. Қабақтары бір ашылмай, жан-жақтарына қарғақшытап мені бақылаумен отырды. Кейін ғана келген орталарына үйренісіп, Ерланның көкелері мен жеңгелері жандарынан шықпай, жақсылап күтіп жатқаннан кейін арқаларын кеңге салып, қабақтары ашылып күлімсіреп отырды. Тойымызға тек жақын деген жандарды шақырамыз дегеннің өзінде тізіміміз 100-ге барып еді. Шақырған адамдарымыздың барлығы келіпті.
Біздің қуанышымызға ортақтасып ізгі тілектерін жаудырып, ішіп-жеп, ойнап-күліп тарқасты. Тойымыз ың-шыңсыз, ешқандай төтенше жағдайсыз керемет өтті. Той өткеннен кейін араға аз уақыт салып аяғым ауырлады. Мұны білгенімде жүрегім жарылардай қатты қуандым. Қуаныштан, бақыттан егіліп жылай беріппін. Ерланым да мұны естігенде, рас па, шын айтасың ба Бибіш деп сене алмайтындай. Сөйтіп, мұны ешкімге айтпай тұра тұрсақ қайтеді, ішің томпайып шыққанда барлығы бірақ білсін деп алып, ертесінде-ақ барлығына өзі айтып қойыпты. Содан уақыт өте әріптестерім мені декреттік демалысқа ертерек шығарып жіберді. Өйткені жас келе бала көтеру қиын ба, белдерім сырқырап, жүріп тұруым да қиындап кетті. Сөйтіп босанатын межелі уақытымнан 1 жеті бұрын Мариям мені ауруханаға жатқызып, кесір тілігімен қыз бала босандым. Ерланым менің аяғым ауырлағаннан бастап, аяқ-қолымды жерге тигізбей жүріп күтті десем де болады. Декреттік демалысқа шыққанымша жұмысқа апарып әкеледі. Мен отадан шыққанша ауруханадан шықпай сол жерде түнеді. Сөйтіп араға 2 жыл салып, қызымның соңынан ұл босандым. Сөйтіп 40 жасқа дейін қызды да ұлды да болдым. Алланың мейірімі мен құдіреті шексіз ғой. Ол барлығын көруші, естуші деуші еді. Кеште болса маған сұрағанымның барлығын беріп жатты, шүкір. Осындайда ештен кеш жақсы, отырған қыз орнын табар деген қанатты сөздердің растығына көзім жетті. Тек адам баласы қиындықтарға сынбай, болашаққа үміт артып, барлық жағдайға шыдам мен төзім, сабырлылық таныта білу қажет екен. Менің өмірім айтылмаған сырларым, ішкі жан дүниемнің бір әлемі еді. Кеш келген махаббатым, мені ана бақытына бөлеген балаларым аман болсын. Бір кездердегі іштегі өкпе ренішімді, уайым мен қорқынышымды шығарып, жаным жай тапқандай болды. Өзім жайлы әңгіме жазылып басталғанда, әр бөлімін оқи отырып, іштей керемет бір сезімдерді бастан кешірдім. Өткенімнің барлығы көз алдыма келді. Соңғы бөлімі шыққанда мұны жолдасыма айттым. Өйткені Ерлан екеуміздің арамызда бір-бірімізден жасырған сырымыз жоқ. Сезіміміз шынайы, сенім мен сыйластық бар. Жолдасым барлық бөлімін оқып шығып, таңданысын жасыра алмады. Менің ішкі сезімдерімді түсіне білді, мені қолдай білді. Өзім туралы жаздыра отырып, айтқым келгені, қазақта қыз қонақ, қыз бала жат жұрттық деп жатады ғой. Осы себепті кез келген ата-ана қыз баланың тағдырына бейжай қарамаса екен. Қыздың бұл өмірдегі миссиясы бойжеткен соң өз ұясынан ұшып, өзге отбасына келіп, сол отбасының түтінін тұтатып, адал жар, ана атанып ұрпақ өрбіту емес пе? Егерде қыз бала үйдің үлкені болса, оған отбасылық мәселелерде оның арқасына жүк артпауы тиіс деп ойлаймын. Әрине, көп жағдайда ұл балаға қарағанда қыз бала ерекше сезімтал, мейірімді, ата-анасы мен бауырларына ерекше жанашыр болып өседі. Осы себепті мен секілді ата-анасы мен бауырларына қарайлап, жасы ұлғайып, уақытты елемей отырып қалған қыздар баршылық. Ер жігітте ерік пен таңдау бар, ал қыз баланың жолы жіңішке ғой. Мен ата-анам мен бауырларымды сөкпеймін. Олардың бар болмысы солай болды. Тағдырымыз солай болды. Мен де пенде болғандықтан кейде ата-анам мен бауырларыма ренжідім, өкпеледім. Бағым ашылмай тұрмысқа шыға алмай отырып қалғаныма оларды кінәладым. Алайда Аллаға шүкір, қазір көп жағдай өзгерді ғой. Тек мен тұрмысқа шығарда бауырларымның ішіндегі ең көп көңіл бөліп қарасқан сіңілім Айнаштың менің тұрмыс құрғалы жатқанда айтқан сөзі көңіліме кірбің түсіріп, қатты ренжіп қалып едім. Сонда маған бақыт тілеудің орнына, әпке, осы жасыңда саған той не керек? Жап-жас маған той жасамады, сонда мен дымда деген жоқпын, саған ұят секілді ғой, елдер күлетін шығар дегенінде жүрегім ауырып қалып еді. Сонда да саған той жасамаса ол өз кінәң. Тұрмысқа 2 қабат болып күйеуіңді мәжбүрлі түрде үйлендірмегеніңде ата-енең саған да той жасап берер ме еді? Ата-анамызды бізді кемсітпейтін ба еді деп айтып тастағанымда, мені табалап жатырсыңдар деп тойыма да келмей, менімен сөйлеспей де қойды. Әлі күнге дейін екеуміздің арамызда бір салқындық бар. Әпкелі сіңілі болып баяғыдай сырласып сөйлесіп кете алмадық. Менің өмірім жайлы жазылып жатқанында да Айнаш оқып қалып, бұл әңгіменің кейіпкері мен екенімді біліп қойды. Сөйтіп, мені неге әңгімеге қостың деп және ренжіп қалды. Мен бар болғаны шындықты айттым, басқа алып қосқаным жоқ еді. Сондай-ақ сол кездегі өмірімде болған жақсы жандарды да еш ұмытқан емеспін. Маған үйін беріп кеткен Валя әжейдің аманатын әлі күнге дейін орындап келемін. Жолдасыммен, балаларыммен бірге өзіне және шалы мен баласының басына барып бейітін тазалап тұрамыз. Ал әжейдің маған қалдырған үйінде мен тұрмысқа шығып кеткеннен кейін ең кенже сіңілім күйеуімен 5 жылдай тұрды. Сөйтіп өздері қала маңынан жер телімін алып, үй салып шығып кетті. Кейінірек ол жерлер көп қабатты үйлер салынады деп жоспарланып сносқа кетті. Үкімет тарапынан үй бағаланып қаражат берілді. Ол ақшаға жолдасым үстінен және ақша қосып, қаланың орталығынан қызымызға деп 2 бөлмелі пәтер алып қойдық.
қызым мен секілді қиналмаса екен деймін. Болашақта тұрмысқа шықса да өз пәтері болсын деп жолдасым екеуміз осылай шешіп едік. Ал ата-анам аман есен сол ауылда, бауырларым жандарында тұрып жатыр. Ол кісілермен жиі қатынасып тұрамыз. Ерланның да туыстарымен қарым-қатынасымыз жақсы. Салтанатпен де жиі көрісіп тұрамыз. Оның орны мен үшін ерекше десем де болады. Ерлан екеуміздің жолығуымызға да осы Салтуша себепкер болып еді ғой. Ал өзім сол баяғы жұмысымдамын. Қазір аға медбикемін. Қызым мен ұлым есейіп қалды. Бар бақытым осы екі балам. Аллам жолдасым екеумізге аман есен бір жастықта әдемі қартайып, осы балаларымыздың қызығын көруді нәсіп етсін деймін. Ал мен секілді белгілі себептермен жасы ұлғайып тұрмыс құра алмай жүрген қыздарымызға алдағы күннен үміттеріңізді үзбеңіздер дегім келеді. Өмірдің сынағына сынбаңыздар. Бастысы өзіңіздің ниетіңіз түзу болса, Алладан сұрағаныңыз қабыл болады екен.